Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видео творогтан жұмсақ тіске басар печенье дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болып, қазақша видеолардың дамуына қолдау көрсетіп, тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Печеньемізді дайындау үшін 300 грамм творог, 1 жұмыртқа, 150 грамм маргарин майы, 200 грамм қант, және 10 грамм разрыхитель немесе жарты қасық сода керек. Барлығын араластырып, бір келкі масса жасап аламыз. Ішінде түйіршіктері қалып қалмау керек. Егер қолмен араласқанға келсе, қолмен араластырыңыздар, болмаса миксердің көмегімен араластырып бір келкі масса жасап алу керек. Осы араласқан массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді осы иленген қамырымызды астына ұн себе отырып, жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырымыздың шеттерін біркелкі етіп кесіп алып, өзімізге керекті форманы жасаймыз. Мен печеньенің арасына қатырылған сливаны салып жасадым. Арасынан не салқыларыңыз келсе өздеріңіз білесіздер. Қандай фрукты салсаңыздар да дәмі күшті болады. Мен алдыңғы көрген видеомда алма салып жасаған болатын. Менде алма болмағандықтан слива салдым. Слива менде күшті болды. Печеньемізді жасап болдық. Енді осыны духовкада 220 градусқа қойдым мен. Бетіне сәндік үшін сахарный пудраны сепсеңіздер де болады. Немесе құр өзін жіберсеңіздер де болады. Қарап тұрғандарыңыздай жұмсақ және дәмді болып шықты. Бұл менің бірінші жасағаным. Бір жасағаннан керемет болып шықты. Үйдегілерге ұнады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеле отырыңыздар. Сіздермен болған мен Гаухар. Келесіде жүздескенше сау болыңыздар достар.